Саламатсыздар ма, құрметті Авиценна көпсалалы медициналық колледжінің студенттері. Мен терапия және лабораториялық диагностика кафедрасының оқытушысы Ристигулова Жанар Ботабайқызы. Бүгін сіздерде онлайн дәрістің тақырыбы менингиттер. Жалпы бүгін сіздердің дәрістен меңгеретіндеріңіз ол бірінші менингит синдромдарының диагностикасы, екіншіден менингит синдромдарының ажырату диагностикасын жүргізу, үшіншіден аспаптық зерттеулердің және талдаулардың нәтижесін интерпретациялау, төртіншіден осы менингитке жүргізілетін емді дәлелді медицина тұрғысынан қарау. Жалпы негізі менингит дегеніміз не? Менингит дегеніміз жұлын ми қабығының және бас миының зақымдалуымен жүретін жүйке жүйесінің инфекциялық қабынулық ауруын айтамыз. Жалпы менингиттің қоздырғыштарына біз мыналарды жатқызамыз: бактериялар, вирустар, жарақаттар және әртүрлі саңырауқұлақтар мен паразиттер. Жалпы осы ағымына қарай, өту ағымына қарай, аурудың жылдамдығына қарай және түрлеріне қарай біз бірнеше түрге бөлеміз. Ол біріншіден жеделдеу және созылмалы. Одан кейін біріншілік, екіншілік, одан кейін іріңді сироздық, сонымен қатар вирустық, бактериялық, саңырауқұлақтық, протозойлық болып бөлінеді. Жалпы менингиттің синдромдық түрлерінің үш түрі бар. Ол бірінші жалпы милық симптоматика, екіншіден менингиалды менингит, яғни менингиалды синдромы, үшіншіден жұқпалы ауру синдромы. Бірінші жалпы милық симптоматикасына келейік. Жалпы милық симптоматикада қандай белгілер болады? Ол бірінші бас ауруы, бас айналу, құсу, психомоторлы қозу, эпилептикалық ұстама, есінің бұзылуы, өзін-өзі ұстай алмау, яғни дезориентация, галлюцинация, есінің бұзылуы байқалады. Келесі бізде ол жалпы менингиалды синдромдарға қандай жатады? Менингиалды синдром бұл осы ауруға тән синдром. Оның ең бірінші симптоматикасына біз жалпы гиперестезия, яғни науқаста бұлшықеттердің жалпы құрысуы байқалады. Екіншіден кернинг симптомы, одан кейін керер симптомы, сонымен қатар Бродзинский және Лиссаж симптомдарын айтамыз. Енді осыған жеке-жеке суретпен түсіндіретін болсам. Мына бірінші суреттен қарап отқандарыңыз жалпы менингиттің пен ауырған науқастың қалпы, дене қалпы. Яғни денесі құрысқан, қолдары бір-біріне жабысқан, аяғы бүгілмейді, желкесі созылмайды. Екіншіден кернинг симптомы. Кернинг симптомы дегеніміз, яғни ауруды анықтау симптомы. Менингитпен ауыратын науқасты осылай анықтаймыз. Ол яғни тізесін ұстап, тізесі 90 градустан егер ары бүгілмесе, бұл кернинг симптомы жатады. Екіншіден, ол желке бұлшықеттерінің ригидтілігі. Яғни мойын бұлшықеттері толықтай бұралмайды, яғни жазалмайды, өздігінен шалқалап жата алмайды. Одан кейінгі симптом Брудзинский. Ал ортаңғыда ішін, кеуде аймағын ұстаған кезде аяқтары жиырылады. Одан кейін шеткері, бұл яғни тізеден төмен қарай науқасты бақылап, яғни сіңір бұлшықеттерінің, тізе асты сіңірлерінің тартылуын байқайды. Келесі көріп отқандарыңыз Лиссаж симптомы. Бұл Лиссаж симптомында көріп отырсыздар, бірінші бала ол сау бала, екінші бала балаларда кездесетін науқас бала. Сау бала былай қолынан ұстаған кезде ол еркін өзінің дене қалпын ұстап тұра алады. Ал екіншісінде бұл жерде мойын бұлшықеттері құрысқан, дене қалпы кеуделері қысылған, яғни аяғында толықтай жаза алмайды. Яғни бұны біз Лиссаж симптомы дейміз. Келесі ол жұқпалы ауру синдромдарына. Бұл жерде яғни дене қызуы қатты көтеріледі 39-40 градусқа дейін. Одан кейін жалпы шеткері қанда эритросоз, лейкоцитоз, яғни қандағы өзгерістер байқалады. Сонымен қатар ол жерде жалпы гиперестезия байқалады, конъюнктивит байқалады, яғни катаральды өзгерістер, яғни жалпы қабынулық өзгерістер көп болады. Келесі бізде енді осы менингиттің еміне тоқталайық. Емі этиотропты, патогенетикалық, антибиотиктер, сульфаниламидтер, яғни пенициллиннің 20-30 мыңдық бірлікте салыну керек. Енді сіздерге үйге тапсырма. Суретте көріп отқандағыздай сіздерге жағдайлық есеп берілді. Есепте, яғни сіздер
есепті оқисыздар толықтай, одан кейін барып ол есепке қарап отырып сіздер нақты диагноз қоясыздар, ем жүргізесіздер, тағайындайсыздар, одан кейін ауруға болжам жасайсыздар. Сонымен қатар диспансерлік бақылауға қалай аламыз, соны тағайындайсыздар. Бүгінге осы, енді осы үй тапсырмасын маған кері байланыс ретінде Smart Nation порталына жіберулеріңізді сұраймын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.